Геннің қызметі мен құрылымы. Геннің қызметі мен құрылымын түсіндіруге Биттл мен Тейтум үлкен үлес қосты. Олар 1940 жылдың басында алғаш рет микроорганизмдерді үлгі ретінде пайдаланып, оларда болатын биохимиялық мутацияларды зерттеді. Бұл зерттеулер нейроспораларда болатын ауксотропты мутация нақты бір кезеңдерде метаболизмнің ретін бұзатындығын көрсетті. Биттл мен Тейтум өз зерттеулерінің негізінде бір ген, бір фермент деген болжам жасады. Ол болжам бойынша әрбір ген қандай болмасын бір ферменттің түзілуін бақылайды. Прокариот гендері мен эукариот гендерінде қандай айырмашылық бар? Бірінші айырмашылық – прокариот ДНК молекуласы цитоплазмада орналасады және ол шеңберлі болып келеді, ал эукариот гендері ядрода орналасады және тізбекті болып келеді. Прокариот гендері кластерге, яғни апирондарға жиналған, ал эукариот гендерінде апирон болмайды. Есесіне, прокариот гендерінде интрондар болмайды, ал эукариот гендерінде экзондар мен интрондарға бөлінген. Соңғы айырмашылық – прокариот гендерінде трансляция транскрипциямен жұптасқан болса, ал эукариот гендерінде жұптаспаған. Еске түсірейік, прокариот гендеріне микроорганизмдер мен көкжасыл балдырлар жатады. Олардың ДНК молекуласы цитоплазмасында шашыраңқы түрде орналасады. Қазіргі көз қарастарға сай прокариоттардың құрылымдық гендерінің көпшілігі ДНК молекуласының үздіксіз бөлімі болып келеді, және олардағы барлық ақпарат полипептидтік тізбектердің түзілуіне жұмсалады. Сайттардың арасындағы транскрипция басталатын және аяқталатын ДНК бөлімі транскрипция буыны немесе бірлігі деп аталады. Белоктарды кодтайтын тізбектердің әдетте трансляцияланбайтын 5 штрих-лидерлі және 3 штрих-триверлі сегменттері болады. РНК-ны кодтайтын бөлімдер рибосомалық РНК мен транспорттық РНК-ның процессингі барысында кесіліп қалатын спейсерлі тізбектермен кезектесіп отырады. Прокариоттар транскрипциясының бірліктері негізінде полицистрондар болып табылады. Және құрамында бір емес бірнеше белоктарды немесе РНК-ны кодтайтын тізбектер болады. Әдетте транскрипцияның полицистронды бірлігіндегі бүкіл кодтаушы сегменттердің жалпы 5 штрих және 3 штрих реттеуші тізбектері болады. Олар үйлесімді реттелумен көпшілік гендердің экспрессиясын қамтамасыз етеді. Эукариот клеткаларында ядро болады, сәйкесінше ДНК молекуласы оларда ядросында орналасады. Эукариот гендерінің прокариоттардан айырмашылығы олардың құрылымдық функционалдық бірлестігі үзілмелі болып келеді. Эукариотты организм гендері белгілі бір ретпен кезектесіп келетін кодталатын бөлімдер экзондар және кодталмайтын тізбектер интрондардан тұрады. Гендегі интрондар саны 2-ден бірнеше ондықтарға дейін барады. Осындай үзілмелі гендердің кодтаушы тізбектерінен функционалдық генетикалық элемент алынуы үшін кодталмайтын бөліктер алыстатылып, ал кодталатындар бір-бірімен қосылуы керек. Интрондардың мөлшері, саны және орналасқан орны әртүрлі гендерде түрліше болады. Интрондар жеке кодондар аралығында немесе кодондардың өз ішінде болуы мүмкін. Әдетте, интрондардың генге шаққандағы саны белокты кодтайтын тізбектің ұзындығына сәйкес артып отырады. Ал экзондардың мөлшері орта есеппен 300 жұп нуклеотидтер шамасында болады. Жалпы алғанда, интрон тізбектерінің ұзындығы экзондар ұзындығының жиынтығынан 10 есеге дейін, кейде тіпті одан да көп артып кетеді. Үзілмелі геннің алғашқы транскриптонда генге тиісті нуклеотидтік тізбектің бәрі де болады. Одан әрі қарай интрондардың алынып қалуы про-мРНК-ның пісіп жетілуі кезінде жүзеге асады. Соның барысында экзондар сплайсинг жолымен ковалентті байланыс арқылы ТРНК молекулаларына қосылады. Эукариоттардың генетикалық құрылымының бір ерекшелігі оларда саны бірден бірнеше мыңға дейін жететін, қайталанып келіп отыратын гендердің болатындығы. Әртүрлі организмнің геномдарынан сол сияқты хромосоманың бір жерінен екінші жеріне ауысып отыратын мобильді гендерде табылған. Сондай-ақ эукариот геномдарында псевдогендер, яғни жалған гендер деп аталатын құрылымдық гендерге ұқсас, белсенді полипептидтерге трансляцияланбайтын тізбектің болатындығы анықталды. Жалпы қабылданған ереже бойынша транскрипция солдан оңға қарай жүреді. Генетикалық код. Белоктың құрылымы туралы генетикалық ақпарат генде кодталатыны жайлы көзқарас Фрэнсис Крихтің бірізділік гипотезасында нақтыланған болатын. Ол бойынша белок құрамындағы амин қышқылдарының қатар тізбегі сол белокты кодтайтын гендегі дезоксирибонуклеотидтердің орналасу ретіне қарай анықталады.
яғни мРНК транскриптордағы рибонуклеотидтердің тізбегіне байланысты болады. ДНК-дағы нуклеотидтердің орналасуы мен полипептид тізбегінің амин қышқылдарының орналасуы арасында тәуелділік бары түсінікті болды. Осы амин қышқылдары мен нуклеотидтер арасындағы тәуелділік генетикалық код деп аталады. Протеиндер 20 түрлі амин қышқыл қалдықтарынан құралған полимерлік макромолекулалар. Олай болса, протеиндердің структуралық бірлігі амин қышқылы болып табылады. Ал пептидтік байланыс дегеніміз бұл бір амин қышқылының NH2 амин тобы мен екінші амин қышқылының COOH карбоксил тобы арасындағы ковалентті байланыс. Табиғатта құрамындағы амин қышқылдарының орналасу тәртібі, құрамында қандай амин қышқылының басымдылығы және қызметі бойынша айырмашылықтары бар бірнеше миллиондаған протеин молекулалары кездеседі. Олай болса, полипептид тізбегінде 20 түрлі амин қышқылының әртүрлі қисында орналасуы протеин молекуласының функционалды әртүрлі формаларының пайда болуын қамтамасыз етеді. Егер де нуклеотидтің бір негізі полипептид тізбегіндегі бір амин қышқылының орнын анықтайтын болса, онда мұндай протеин 4 түрлі амин қышқылынан құралған болар еді. Ал әрбір амин қышқылының екі негіздің орналасу қисынымен анықталатын болса, осы жолмен түзілген код арқылы тек 16 амин қышқылының полипептид тізбегіндегі орнын анықтауға болады. Жоғарыда айтылғандай, протеин молекуласы 20 түрлі амин қышқылдан құралған. Олай болса, тек 3 негізден құралған код қана 20 амин қышқылының толығымен протеин молекуласының құрамына енуін қамтамасыз етеді. Ал 4-тің 3 дәрежесі 64-ке тең. Кодтың үштік табиғатын 1961 жылы Крик Т4 бактерия факторына жасаған генетикалық тәжірибелерінде дәлелдеді. Генетикалық кодтың негізгі қасиеттері. Генетикалық код әмбебап, яғни барлық тірі организмдерде ұқсас. Екіншіден, генетикалық код триплетті, яғни әр амин қышқылын 3 нуклеотид кодтайды. Генетикалық код бүркемеленбейді. Және төртіншіден, генетикалық кодта жеке триплеттер арасында қандай болмасын шектелу белгілері жоқ. Генетикалық кодтың оқылуы сызықты ретпен жүреді. Әр амин қышқылына бір кодон сәйкес келеді. АУГ және ГУГ кодондары инициациялаушы кодондары болып табылады. Яғни трансляция кезіндегі ген өнімі түзілуінің дұрыс басталуын қадағалайды. 3 түрлі терминация кодондары немесе нонсенс кодондары, яғни УАА, УАГ және УГА кодондары болады. Бұл полипептидтік тізбек түзілуінің аяқталуын қадағалайды.